Түлкі мен бөдене. Бір күні түлкі келе жатса, бір бөдене жорғалап барады екен. Түлкі шап бір бөденені ұстай алады. Бөденеге: «Балапандарыңды тауып берсең, өзіңді қоя берейін» дейді. Бөдене: «Балапандарым ана қалың шөптің ішіндеді. Сол араға барып, мен болып шақырсаң, балаларым келеді» дейді. «Жарайды» деп бөденені тістеп, түлкі қалың шөпке келеді. «Балапандарыңды не деп шақырайын» дейді. Бөдене: «Маңғыт» деп қатты дауыстап шақыр дейді. Түлкі «Маңғыт» дегенде бөдене «Аузыңа саңғыт» деп ұша жөнеліпті. Бөденеге өшігіп жүріп, бір күні түлкі бөденені көріп жетіп келгенде, бөдене ағаштың басына шығып қонып отырыпты. Түлкі: «Бөдене, не білдің? Барлық жан жануар бір-біріне қастық қылмасын деп жарлық келді. Енді біреуге біреу тимейді. Барлық жан жануар енді бір-бірімен дос болатын болды. Жерге түс, достығымызды білдірейік» дейді. Сонда ағаштың басында отырған бөдене бойлап алысқа қарайды. Жерде тұрған түлкі: «Бөдене, нені көріп қарайсың» дейді. Бөдене: «Білмеймін, алыстап төрт аяқты бірдеме келе жатыр. Өзі тықыр жүнді, жарға құлақ, мойнында қарғысы бар» дейді. Түлкі: «Ойбай, ол тазы шығар» дейді. Бөдене бойлап қарап: «Болса болар» дейді. Түлкі: «Ойбай, ендеше мен қашайын» дейді. Бөдене: «Енді барлық жан жануар бір-біріне тимейтін болды дегенің қане? Неге қорқасың» дейді. Түлкі: «Ойбай, кім біледі, әлде ол жарлықты тазы ести қоймаған шығар» деп қаша жөнеліпті.